Білім қай дәуірде болмасын құндылығын жоғалтпайтын ең үлкен байлық. Адамның ізденуге деген құлшынысын арттыратын бірден бір кеңістік. Бұл ұстаздық жолда еселі еңбек етіп келе жатқан Айдын Кернебаевтың өмірдегі ұстанымы. Тәуелсіздік ұрпақтар айдарының бүгінгі кейіпкері ТНУ Қарағанды университетінің оқытушысы Айдын Кернебаев. Оның білім саласында байыпты бастамалар мен нақты нәтижелер көп көлігі. Арманы асқақ, талабы таудай азаматпен әріптесім Азамат Серікқанұлы тілдесті. Жалынды жас Айдын Кернебаев ұлы мамандық иесі, ұстаз. ТНУ Қарағанды университет қабырғасындағы еңбек өтілі 11 жыл. Осы уақыт аралығында 800-ге тарта студентке сабақ беріп, білікті маман қатарына қосылуына себепші болған. Қазір шәкірттерінің арасында биік белестерді бағындырғандар бар. Ұстаз ұғым ұлттың ұстыны мен ұжданы деп білетін ол, студенттердің парасатты ой иесі болуына зор ықпал жасайтынын айтады. Өзімізге белгілі Ушинскийдің айтқаны бар, ұстаз дейді, ол былай қарағанда қарапайым болғанмен де дейді, тарихта қалатын үлкен ұлы тұлға дейді. Сондықтан да осындай сөздер бізге әрине қанат бітіріп, бойымызға үлкен міндет ұялатады. Ең басты міндет біздегі бұл еліміздің жаңару мен қайта жаңару жолында ең мықты, кәсіби білікті маман даярлап шығару болып табылады. Құрметті студенттер, біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыз қазіргі заманға инновация. Айдын Сапарұлы сөздің емес істің маманы. Қазіргі уақытта кафедра доценті, мемлекет және бизнес арасын реттеудің тетіктері, инвестиция тарту жолдары, инновациялық қызметтерді реттеуді студенттеріне үйретеді. Мемлекеттік қызметкерлердің мансаптық дәрежесі мен этикасы да болашақ мамандар даярлау жолындағы міндеттері. Болашақта мемлекеттік қызметкерлердің мансаптық моделінің өсу дәрежесінде қалай өз-өзін көрсету керек, оларды қалай өз-өзін ұстау керек, және де дипломатиялық протокол дейміз ғой. Осы жерлерде жаңағы мемлекет қызметкерлердің тұрыс жүрісі, өсуі, қызметтегі жаңағы өз-өзін көрсетуі, осының барлығын біз көрсетеміз, қамтимыз, өз курстарымызда осыны айтамыз. Тәжірибелі маман түрлі басылымдарда 40-қа жуық ғылыми мақалалар мен монографиялардың авторы. Қазақстан Республикасының алтын кітабы 2021 республикалық байқауының жеңімпазы. Үздік педагогтардың ұлттық сыйлығының иегері. 2020 жылғы жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушысы және Қазақстан педагогтарының 100 жаңа есім аталымына лайық деп танылған. Мен үшін ғана емес, бұл барша Қазақстан халқы үшін қымбат болуы тиіс. Өйткені тәуелсіздік бұл тұғырлы тәуелсіздік, бұл ең алдымен қаншама боздақтардың қанымен, терімен келген бізге асыл ұғым. Сондықтан да әр уақытта әрине кез келген азамат оны қастерлей білу керек. Айдын Кернебаев кәсіби маман ғана емес, отбасында да отағасы Асқар Тәуәке, Айжан Шохабаева есімді өмірлік жары мен 4 баланы тәрбиелеп отыр. Азамат Серікқанұлы, Олжас Ғапбасов, Зарина Зұлыпхар, Сарыарқа телеарнасы.